Мен сіздерге жастайынан орыс тілінде тәрбиеленіп, білім алып, соңғы 10 жылда үйренуге бет бұрып, жетік меңгерген, қазақ тілінде сөйлегісі келетіндерге арнайы әдіснама жазып, өзінің қарапайым тәжірибесін кітап қылып шығарған солтүстік Қазақстан облысы тумасы Қанат Тасыбековтың өмірі мен шығармашылығы жайлы қысқаша мәлімет бергім келеді. Филолог та, жазушы да емес, ауыл шаруашылығы маманы, ғалым, ел ағасы шағына келгенде бата беруде, ойын төл тілінде жеткізуге ұмтылысының арқасында қазақ тілін үйренуге бет бұрады. Жан-жақты ізденістерінен жинақталған естелік дүниелерінің әсіресе орыс тілді қазақтарға берері мол екендігін ескере отырып, кітап түрінде жазып қалдыруды қолға алады. Қазақ тілін өздігінен үйренудің практикасы мен оның әртүрлі әдіс тәсілдері тілдік ортаның мәдениеті туралы мәселелерге арналған 3 бөлімнен тұратын «Ситуативный казахский» кітабының алғашқы «Ситуативный казахский мир казахов» деп аталатын кітабында үйлену тойы, жерлеу рәсімі сияқты дәстүрлі шаралар кезінде айтылатын мыңға жуық сөз тіркестерін үйренуді ұсынады. Ал «Ситуативный казахский диалоги» деген екінші кітабында ұлттық мәселелер, қазақы ислам, Қазақстанның Еуразия экономикалық одағына мүшелігі және де Астана және Алматы қалалары сияқты тақырыптарға құрылған ауызекі диалогтарды пайдаланған. Қазақ тілінде сөйлеуді әуелі өзі үйреніп, мәнін меңгеріп, өзгелерге үйретіп жүрген ерікті тіл жанашыры Қанат Тасыбековтың кітабы негізінде тіл сындырып жүргендер қаншама. Өзен жағасында тұрып, жүзуді үйренбейсің деген ұранмен барша қазақ тілін үйренгісі келетіндерге, сөйлеу дағдысын қалыптастыруға және тілдік кедергілерді жоюға арналған мәміле тобындағы курстар Қанат Тасыбековтың «Жағдаяттық қазақша» атты кітабы негізінде жүргізіледі. Ресей елінде, еліміздің түрлі қалаларында, республикалық, облыстық деңгейлерде, түрлі іс-шараларда өзіндік тәжірибесімен танылған әдіскер, аудармашы, мемлекеттік тілді қалай жылдам үйретуге және үйренуге болатынын кеңінен насихаттап келеді. Халықтың басты қазынасы туған тілі. Осы асыл қазынаны сақтап, ұрпақтарға қалдыру барлығымызға ортақ міндет деген ұлағатты сөзді өзінің миссиясына айналдырған, осы жолда өз үлесін барынша қосып жүрген тіл үйретушіге толағай табыстар тілеймін. Менің айтарым осы, назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, Гүлжайна ханым. Енді олай болса, біздің бағдарламамыз бойынша келесі сөз кезегін бүгінгі онлайн семинардың қонағы, белгілі тіл жанашыры Қанат мырзаның өзіне берейік. Қанат мырза, сөз кезегі сізде. Сәлеметсіз бе, семинарға қатысушылар, сәлеметсіз бе, Жұпар Рысқалқызы, елеп шақырғандарыңызға рахмет, көп рахмет. Жаңа Гүлжайна айтқан сияқты, мен өзім енді солтүстік облыстық емеспін, Ақмола облысының тумасымын, сондықтан Қарағанды алыс емес, бір кезде Қарағанды Ақмоламен бір облыс болатын, сондықтан өзімнің өңірімнің адамдары деп есептеймін. Өте қуаныштымын сізбен осылай дидарласуға, сөйлесуге. Тағы да мың алғыс айтамын, елеп шақырғандарыңызға. Шынымен бұл өте маған деген өте үлкен құрмет, үлкен сый. Мен болсам Гүлжайна айтқан сияқты тіл маманы емеспін, мен филолог емеспін, тіл танушы емеспін. Енді түсінікті болу үшін мен өзім туралы, өзім қалай тілге келгенімді, өзім методика деп атап жатыр ғой қазір, соған қалай келгенімді баяндап берейін. Негізі мен Ақмола қаласынан Бурабайға бара жатқанда, соның тас жолында бір Алексеевка деген қала болған. Қазір станция Ақкөл. Енді сол жерде бастауыш мектепті бітірдім. Енді сол жалғыз қазақ болдым, бір сыныпта біз үлкен көшеде тұрдық, Достоевский атындағы. Сонда 82-ші номері Достоевского 82, сонда
сол Достоевский бойындағы көшелерде екі көшенің бойында екі отбасы болды қазақтар. Біз жаңағы сосын Абиловтар деген. Енді сонда енді мынау мен туған жылым 1959 жылы. Өздеріңіз білесіздер, енді 59 жылы бір кеңес уақыты. Оны айтып отырғаным, 59 жылы бүкіл одақтық халық санау өткен 59 жылдың СССР всесоюзная перепись населения. Сонда қалай ойлайсыздар, қанша қазақ болды Қазақстанда, қанша пайыз қазақ болды? Сонда Қазақстанда 29 пайызақ қазақ болыпты. Бір үштің біріне де жеткен жоқпыз, өз жерімізде тұрып. Бұл енді бүкіл Қазақстанда алғанда. Ал енді қалың шоғырланған Қызылорда, Шымкент облыстарды санамағанда, солтүстік жақта өздеріңіз білесіздер, қазақтар өте аз болды. Енді сіздерге несін айтам, сіздер енді өздеріңіз қарағандылықсыңдар, жақсы білесіздер ол жағдайды. Солай енді сосын отбасымызда біз енді жетіп аламыз. Мен 6-шымын, алдындағылар бәрі орысша оқыған, қазақша оқыған ешкім болған жоқ енді. Әкеміз үлкен қызмет істеді, мына жерден айтып кетейін, енді сол Қарағанды, Ақмола облысы бір облыс болып тұрғанда, біздің әкеміз, менің әкем Тасыбеков Ғалым Жабейұлы, бұл кісі ответ секретарь облыс полкомы болған. Сосын 51 жылдары сотталды. Бұл Қарағандың бір шахтының жерін артель, ауыл шаруашылығы артель, сельскохозяйственный артель сұраған екен. Сол қол қойып, соның жерін шабындыққа сол артельге берген екен, шахтаның жерін. Сосын превышение власти деп, енді Сталиннің кезі сөйтіп қамалып, Теміртауда сол қамауда болды. Менің әкем 16 жылғы Жұмабек Ташеновпен дос болған. Жұмабек Ташенов 15 жылғы. Екеуі қатар жүрген, высший партшколада оқыды екеуі. Сосын Жұмабек Ташенов менің әкемді құтқарып шықты. Одан кейін 1-2 жылдан кейін 54 жылы трибунадан сөйледі. Такие люди, как Тасибеков, не должны быть не партии деп. Сосын әкемізді сол партияда да орнына келтірді, бірақ енді сонда үлкен қызмет жасаған жоқ. Бірақ енді сол үлкен партия қызметкері орысша сөйлейтін. Әрине үйде енді қазақша да айтатын, бірақ енді балалар бәрі орысша сөйлегеннен кейін осылай қалыптасып қалды. Мен енді сіздерге бір-ақ нәрсе айтайын. Мен бала кезімде, менің атым Қанат қой. Сол бала кезімде мен қан деген сөзді білем, сосын ат деген сөзді білем. Сол бала кезімде мен ойланып жататым, сол Алексеев қалада. Менің атымды неге Круг лошади деп қойды деп. Сөйтіп, енді ойланып жатам. Сосын бір күні пештің алдында құстың қанаты жатады ғой, қаздың қанаты. Соны біреу келіп айтқан кезде, сол кезде де қанат деген осылай құстың қанаты деген болады екен деген сияқты солай түсіндім. Енді оны неге айтып отырмын деп мені ойламаңыз, енді сөкпеңіз. Мен кейбір кезде мен бір рет осылай филологтардың алдында сөйлегенде, сол менің өзіңіз қазақсыз ба, қалай болды, филология ғылымының докторы сұрап, мен осылай тергеп, бұл қалай болады. Сондықтан енді өзім сияқты шала қазақтар аз емес деп ойлаймын. Бір адам емес, екі адам емес, 10 адам емес, бұл мыңдаған, 100 мыңдаған, миллиондаған қазақ бар осындай. Шала қазақ деп айтамыз ғой, қазақша жақсы сөйлей алмайтындар. Бұл негізінде мен айтарым, енді шынымды айтқанда тіл мәселесі дейміз. Тіл мәселесі бізде неге тіреліп тұр? Мемлекеттік тіл мәселесі бізде мемлекеттік тілді білмейтін адамдар бар, соған тіреліп тұр. Естіліп тұр ма? Сөйлей беріңіз, естіліп тұр. Естіліп тұр ағай. Жаңа бір организатор отключил ваш звук деп шықты. Сосын мен артық сөйлеп жатырмын ба деп ойлап қалдым өзім. Дұрыс па бәрі?
дұрыс, Қанат мырза, жалғастыра беріңіз. Аха, жақсы, рахмет. Енді осылай болды. Енді маған сосын сол енді айта бастадым ғой, сол филология ғылымының докторы осы Алматыда. Сосын мен 50-ге келіп үйрендім дедім. Сосын маған сұрақ қойды, сіз неге 50-ге дейін неге үйренбедіңіз деді. Сосын сасып қалдым. Сосын неге 50-де үйрене бастадыңыз деп. Сосын намыстандым дедім мен. Мен қазақша білмейтінімді енді сол намыс көрдім. Сол 50 жасқа дейін сіздің намысыңыз болған жоқ па деп сөйледі маған. Не дерімді білмей қалдым енді, шалқамнан құладым мен сол жерден енді үйренсең де жаман, үйренбесең де жаман деген сияқты. Енді соны бірден сұрып салмай ақын емеспін ғой, бірден жауап таба алмадым, ештеңе дей алмадым оған. Бірақ енді ойлана келе, енді 50-ге дейін әрине бір нелерім болды. Өзімнің жұмысым болды, бизнесім болды, балаларды асырау керек болды, қызды үйлендіріп, ұлды келін әперіп деген сияқты. Енді сол 50-ге келіп, отбасылық жағдайым кішкене дұрысталғаннан кейін бәрі дұрыс. Енді сосын сол енді намыстанғаным дұрыс. Енді төрге отырғызатын болды. Бұл бірнеше рет айтқан әңгімелерім ғой, сосын былай сәтті шығып жатқаны. Әрине 50-ге келгенде енді төрге отырғызады, бата бергізеді, кейбір кезде тілек бергізеді бірінші қатардан. Осындай жағдай мені итермеледі. Бірақ та мен сізге айтайын, мен енді сол мектеп бітіргеннен кейін, одан кейін институт, 81-ші жылы институт бітірдім. 88-де мен кандидат диссертацияны қорғадым Мәскеуде, очный аспирантурада оқып. Енді сол 94-тен 98-ге дейін мен Францияға барып, сол француз тілінде докторлық диссертацияны жаздым. Бургундский университетте, Дижон деген қалада. Сосын енді сол 50-ден асып, мен енді осылай бизнеспен айналысып жүргенде бір маған осылай бір намыстандым, шынымен намыстандым. Мен ойладым, енді бұл қалай болады. Бір нәрсені айтқым келгенде, қиналған кезде қазақша, француз тілінде қалай айта алатынымды мен өзіме білем жақсы. Ал қазақша қалай сол ойды жеткізетінімді білмедім. Сосын намыстандым, бұл қалай болады, мен француз тілін өз тілмен жақсы білем деген сияқты. Осылай енді мені тілге намыс алып келді деп айтуға болады. Бірақ енді мен жерден бір айтып кететін жағдай, әрине намыс, бірақ қазір қазақ тіліне әлі де бетін бұрмай жатқандар, жаңа осылай белсенді түрде кірісіп кетпегендер, олардың намыстары жоқ емес. Бірақ кейбір адамдардың арасында шынымен енді өз жағдайлары келмейді. Жұмыстары бар, басқа бір кейбір тіршілік бар. Менде ондай болған жоқ. Енді жағдайым болды. Сосын енді тілді оқу керек деп шештім, бел будым. Енді қалай оқимын? Методика бар болғанда, мен басты қатырмай сол методикамен оқып шықатын едім. Енді методика жоқ деп тұрған сияқты болып тұрмын ғой, бірақ та мен методикаларды біреуінде қараған жоқ. Осындай методика, Викторованың методикасы бар, Бәленбаеваның методикасы бар деген сияқты. Оны мен үнілгем жоқпын, шындығын айтамын. Бірақ таза логикалық тұрғыдан қарағанда, біз мектепте қанша 11 жыл, 12 жыл оқып жатырмыз, балалар сөйлемейді қазақша. Мен тіпті бір нәрсе айтайын, менің өзім туысқаным, жиенім Қарағандыда қазақ мектебін бітіріп, сөйлей алмайды қазақша дұрыстап. Қазақ мектебін бітірген, жақсы бітірген, бірақ сөйлей алмайды. Сосын орысша оқыды, осында Алматыда журналистикада қазір орыс тілді әжептәуір журналист, жақсы программаны, кім екенін айтпай қоям, бірақ енді қазақ мектебін бітірген ол. Ол бір. Екіншіден енді жарайды, өзім сияқты ересек адамдар. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, анау министріміз, депутаттарымыз мұлдырлап, сөйлей алмай, екі сөздің басын қоса алмай жүргендер көп қой.
кім екенін айтпай ақ қояйын, өздеріңіз де бәрілеріңіз білесіздер. Бұл енді оларды қалай түсінеміз біз? Сол топас адамдар ма олар сөйлей алмайтын, үйрене алмайтын? Жоқ, топас адамдар емес. Олар өте ақылды адамдар, өйткені сондай лауазымға ие болғандар, олар басқа шет елдерде ағылшын тілін, француз тілін, қытай тілін, тіпті япон тілін жүрген шағып майын ішкен адамдар ғой, сөйлейді, бірақ қазақша сөйлей алмайды. Неге? Бұл логика тұрғыдан мен ойладым, мен сондай бір жақсы методика жоқ үйрететіндей. Өйткені алдында мен айттым ғой, мен Францияда оқыдым. Мен енді француз тілінде ғой енді. Мен француз тілін бізде оқытпайды ғой енді, ауыл мектепте, ауылда, біздің Ақмола облысында. Мен Мәскеуге барып, 10 айлық курс бар, сонда оқығам мен. 10 айдың ішінде мен қалып барғам мен сол курстарға. 9 ай оқыдым. Бірақ 9 айдың ішінде мен ағып шықтым енді. Сол судай ағып, өте жақсы сөйледім французша. Францияға барғанда ешбір проблема болған жоқ. Әліппеден бастап оқыдым мен француз тілін. Енді жарайды, оны қазақ тіліне ұқсас дейміз, жесең же, жемесең жеме деген сияқты. Бұл енді қалжың ретінде айтып отырып. Әрине енді ғы, сондай деген әріптері бар, оларда келеді енді. Бірақ енді шынымен бұл тіпті басқа тіл ғой. Бірақ 9 айдың ішінде мен үйреніп шықтым. Енді қазақ тілін сондай үйрететін бір методика бар болса, мен сол методикамен үйренер едім. Мен енді ондай методика жоқ екенін логикалық тұрғыдан шештім. Сосын өзімді үйреттім, қандай методикамен. Мен өзім әр адам өзіне, әр адамның өзінің өз қолы аузына жуық дейді ғой. Адам өзіне не керек екен, ең сол жақсы, ең нәтижелі нәрсе сол болады. Өзіне керек нәрсені жақсы болады. Енді бізде шынды айтқанда, бүгінгі таңда Қазақстанда қазақ тілі қай жерде керек? Мен сияқты ересек адамдарға. Бұл енді бір тест тапсыру үшін, бұл жұмыста емес, қай жерде керек? Осындай той-томалақта, дәстүрлі жағдайларда. Соны әрқайсында өзінің қазақ халқымызда қолданатын сөздер бар. Мысалы, орыс тойында, енді қазақта сондай бір мақал бар ғой, орыс тойына келген айтады деген. Орыс тойына келген істейді. Бұнда ешқандай кемсіту жоқ орыстарда. Шынды айтқанда, қазақтар таң қалған сол орыстарды көргенде, олар қалай сөйлейді. Бізде қазір мысалы мынау қыз ұзату тойда бір қалдықтың шешесі шығып, микрофон алып, вот моя Танечка, вот такая она была, всех любила, всех во дворе перецеловала, теперь она сейчас вот вышла замуж за Игоря. Вот деп сөйлеп отырса, ешкім таң қалмайды. Ал енді қазақтың тойында осындай қыздың қалыңдықтың шешесі осылай сөйлегені елестете аласыз ба? Жоқ, өмірі бізде енді өзінің сол қыз ұзату тойда болсын, келін шығу той болсын, құдалықта болсын, өздерін қолданатын сөз тіркестері бар, сөз орамдары бар, мақал мәтелдері бар, сол жерде қосып сөйлейді. Сондықтан мен содан өзіме керек нәрседен, әр жағдайға байланысты өзі айтылатын сөздерден, былайша айтқанда, барған жерге дайындалып сөйлеу керек деп сөйтіп шештім. Сөйтіп үйреттім өзімді. Соның енді, міне осылай үйреніп отырдым. Бұл жерде мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Сіздер филологсыздар, жақсы білесіздер, менен жақсы білесіздер бұл нәрсені. Мысалы, қандай да мақсат болсын, сол мақсатқа нәтижелі жету үшін, өзі деген нысанаға дөп тигізу үшін не керек? Тек ол мақсат бір жағынан айқын болу керек, қандай мақсат екен. Ол бір, екіншіден, соның бір өзінің белгілеген уақыты болу керек. Мысалы, сіздер енді көбінесе
нәзік жандылар шығарсыздар енді қазақ тілінің мұғалімдері. Сондықтан қазірде байқадым мына участниктерді қарап, Айнұр, Айткүл, Алтын, Әсел, Әсия, Айнұр, Береке, Гүлден, не бәрі қыздар. Сіздерде енді осындай бір нелер арықтау жаңағы нелер модель деген сияқты сондай нелер бар ғой. Соны бір арықтау үшін жалпы мен арықтағым келеді десеңіз, бұл енді мақсат, бірақ соның бір несі жоқ. Уақыты жоқ, вақытлы не болу керек. Сондықтан мысалы мен арықтау керек деген сияқты емес. Мен осы жылдың басында, мысалы желтоқсан айында дейік жарайды. Желтоқсан айында сұлулардың байқауы болады, конкурс красоты. Сол желтоқсанның енді мысалы біріне дейін мен 4 килограмм түсіруім керек десеңіз, мақсат көрдіңіз ба? Сол кездерде бұл өте нәтижелі болады сіздің арықтауыңыз. Өйткені осы уақытқа дейін бір нету керек. Сондықтан да тіл оқығанда да бұл өте маңызды нәрсе. Жалпы мен қазақ тілін білуім керек деген сияқты оқи берсеңіз, ал енді қай уақытқа дейін, қандай деңгейге, біз әлі деңгейлері әлі бүйтіп анықталмаған. Бастауыш деңгейі не, мен енді анау қазтесттің нелері өте жақсы, мен таныстым, бірақ енді қатты үңіліп неткем жоқпын. Мына университеттерде оқытып жатқан нелердің деңгейлерге бөлу нелерін қарағанда оңаша енді көңілім толған жоқ. Сондықтан бізде әлі қай деңгейде неде мынау адвансед неде ағылшын тілінде сияқты сондай нақты критерийлер жоқ. Сондықтан қазақ тілін үйрену, деңгей жоқ, сосын уақыты жоқ. Ал енді сіз осы менің методикамен оқитын болсаңыз, мысалы, сіздің келесі жұмада осылай тойға шақырып қойып еді, ұзату тойға. Сол ұзату тойға сіз дайындаласыз, дайындалу керек. Барған жерге дайындалып бару деген сол. Сол айтар сөзді дайындап, сол жерде оны ысылып, оларды айтып, сол жерде айтсаңыз, бұл енді өзінің уақыты да бар осындай мақсаты. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл өте пайдалы нәрсе деп есептеймін. Бұл менің методикам енді шынымды айтқанда жаттауға негізделеді. Жаттап. Кәдімгідей біз шынымды айтқанда өз солай. Мынау Қазақстанға қуғын сүргін уақытында қуып келген басқа ұлт өкілдері, немістер болсын, қырым татарлары болсын, орыс шешендер болсын, олар қандай методикамен оқыды? Қандай оқулықтарды қолданды? Сіз айтасыз, ортада болды, орта үйретті. Бірақ орта бұл газ сияқты сіздің теріңізден өтіп, сіздің кететін нәрсе емес. Ортада да адам бір әдіспен үйренеді. Ортада қандай әдіспен үйренеді? Адам өзіне айтқан сөзді ұққысы келеді, сосын өзі айтқысы келеді, сосын өзіне ұнаған сөздерді жаттап, соны қайталап сөйтіп сөйлейді. Орта осылай үйретеді. Қазірдің өзінде, өз негізінде мынау қазақша үйренем деген адамдар көбіне осылай үйренеді. Бұл жерде сізде сұрақ туындауы мүмкін. Енді өмір деген тек қана осындай тойлардан не болмаса қазадан ғана тұрмайды ғой. Дұрыс. Бірақ та сіз осы қазада, не болмаса тойда жақсылап бір сөйлеп үйренсеңіз, осы тұрақты сөз тіркестерін жаттап, сосын сіздерге интуитивті түрде сөйлеген кезде, енді сіздерге емес, енді оқушыларыңызға, мен сіздерге өз методикамды түсіндіріп жатырмын ғой. Бұл интуитивті түрде олар қалай сөзді қалай саптап, қалай айтатыны солай үйренеді.
Екіншіден, осы бір ұтымды жері методиканың. Бізде осы орыс тілдер жиі айтады. Мен орыс қазақтар болсын, орыстар болсын, мен қазақша үйренгім келді. Енді орыстар жарайды, орыстар сөйлегісі келгенде, қазақтар оны келемей демейді. Бірақ қазақтар көбінесе айтып, мен сөйлейін деп едім, мені күлкі келеке қылып, менің көңілім қайтты. Қазақтар осылай сондай сын көзбен қарайды ылғи, күлкі қылады, одан да сөйлемегенім артық. Бұл енді барьер дейді психологический. Сол енді сондай осы менің әдістемемен үйрене бастаса адам, басқа ұлт өкілдері тіпті жақсы. Өздеріңіз білесіздер, орыс не болса, қазақ емес адамдар қазақша бір-екі сөз айтып, мақал мәтелді айтып жіберсе, қандай қуанамыз біз. Бұл адамды қанаттандырады, ары қарай оқуға итермелейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан енді сол осылай үйреніп, мен енді бір жылдан кейін бе, бір жарым жылдан кейін бе, сосын бір түрпектер жазып отырдым балаларыма. Сосын соларды бір қарап отырып, тексеріп отырып, сосын ойладым, осы неге кітап жазбасқа деп, сосын кітап жазып шықтым. Бұл енді мынау өзіңіз жаңа Гүлжайна айтқандай, ситуативный казахский, бірінші том. Бұны басында мен жай ғана ситуативный казахский деп шығарғам. Сосын Геральд Карлович Бельгер, бұл өзі айналып нетіп атау дейм бе, несі суреті, бұны бір байқау керек. Бұны Мир Казахов деп атау ағаның дұрыс болады деп, сосын Мир Казахов деп сосын сөйтіп шығатын болды. Бұл жерде осы жағдайлар, құда түсу, қыз ұзату, келін түсіру, қазада естірту, желуге дайындық, жаңаза шығару, қою, ас, бата, тілек, салт дәстүрлер, енді сол соғымы да бар, нелері де бар, бәрі әдептілік. Бұл да әдептілік, мысалы, неде, бұл қарағанда болған нәрсе, кішкене сергітуші бір нәрсе айтайын. Мен сіздерде индустриальная Қарағанда деген газета бар, соның газетте мен есімде жоқ, 13-ші ме, 14-ші жылы ме, сол тағы есімде жоқ, сол Гүлнара деймін бір редактор болған, орыс тілді келіншек, соған кітабымды көрсетіп, сосын олар сол индустриальный Қарағандыда бөліп мүмкін оқығанды да шығарсыздар біреулеріңіз. Соны беріп отырды. Сосын бір рет маған келгенде, бұл жерде енді сол әдеп деп отырғаным, сосын менің кітабымды бір орыс адам, шахтаның директоры ма, сіздерде енді сондай бір беделді адам, сол оны біреу мертіп қалған ба, ауырып қалған ба, бір кісіге сосын түс қайта оған айтыпты, неге барып соның қалын біліп келейік деп. Ол алдында менің кітабымды оқып шыққан екен, сосын ол айтыпты, бұларың қалай болады, а что этот самый, мы сейчас едем в 4 часа, у казахов так не делают, вечером бейуақытта барып қалын сұрамайды деп адамның. Сосын, ты что-то умник деп. Міне осындай нәрселерді жазылған. Мысалы сол ауырып жатқан, сыртқа танып атқан адамға да айтар сөздерді ол ешқашан айтпайды деп, енді бұл жерде бәрі жазылған. Осындай тек қана жақсыны айтады. Бүгін ажарыңыз жақсы екен, түріңіз жақсы екен, оңалып келе жатсыз, ем-шипа болсын. Осындай өздеріңіз білетін бәрі сөздерді, бірақ соларды бәрін үйрету керек. Бұны жаттау керек, адам бұны қолдану керек. Бұл жерден мен тағы дайындап қойдым. Неден дүкендерден көрсеңіз, міндетті түрде алып көріңізші, осыны қымбат емес, бір дүкендерде білмеймін, 1,5 мың шыға тұратын шығар. Кеңес Оразбекұлы «Қанат сөз қазына» деген кітап. Мен осы кітапты өзім тіл оқып жатқанда өзім тауып алып, кітап нелерде, дүкендерде ылғи сол сөрелердің бәрін сол кітаптерді қарап шығамын. Сол жерден
ол сондай жатық неге жаттауға да өте оңай тілмен нелерді жазған, әртүрлі мақалаларды. Бұны енді бір жерде отырғанда, мысалы міне, адам тілі тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сияқты. Міне мақал. Бұл осындай қайдан шықты деген сияқты. Енді осындай нәрселер көп емес, міне енді бір беттің бір жартысындай, осыларды мен жаттап жүрдім. Кәдімгідей бір өлең сияқты. Осындай нәрселерді жаттап жүрдім. Енді бір отырыста неткенде біреу айтады ғой, оның тіл деген осындай тас жарады, тас жармаса бас жарады деген сияқты. Сол кездерде мен бұл білесіздер ме, бұл қайдан шыққан? Бұл осылай болған деп жаңа соны өзім айтамын. Сондай менде тура осындай нелер болды. Бір келіншек маған бүйтіп қарап отырып, сосын мен ұсталып қалдым. Мынау жаттап алғаның деп сүйдеді. Сол кездерде мен енді соны жаттап айттым. Бірақ осылай оқу барысында мен айтып отырмын, сол жаттағанның орнына басқа бір сөздерді, басқа бір синоним сөздерді қолданасың, басқаша айтасың, сөйтіп үйренеді. Бұл менің методикам ситуативный, әрине мектепке, не болмаса балабақшаға мен айтып тұрған жоқ, бұл жарамайды. Жарамайды емес, бұның элементтерін алуға болады. Ал енді негізі бұл ересек орыс тілді адамдарға қазақ тілін үйрету үшін. Ауызекі тілді, мен жазба тілді деп айтпай қояйын. Бұл өте нәтижелі. Мен енді өздеріңіздің алдыңызда сөйлеп отырмын ғой, енді ағып тұрған шешім болса да, енді өз бір нем бар, деңгейге жеткенмін. Сосын тағы енді айтарым, міне мысалы мынау кітапты алдым ғой, Кеңес Оразбеков. Бұл досым Казгуды бітірген, бұл қазақ тілді орысша сөйлегенде, әзер дегенде сөйлейді, оқығанның өзінде сондай бір масқара бір акцентпен оқиды. Өзім сүйсініп отырамын бірдемені. Ол балалардың егелерін жазады, соны аударам орысшаға, сосын корей тіліне сол шетелде басылып жүрді оның нелері. Мен енді сол дос ретінде оны орысша аударып берем, қызық емес, қиын емес қой нелері. Сол рет бір кеңес маған келгенде, бұл енді жай бос әңгіме деп ойламаңыздар. Мен өз тұрғымды, өз методикамның несін сіздерге жеткізейін деп отырмын. Сосын мен кеңеске айттым, кеңес, сен айтшы, сен қай тіл оқыдың мектепте? Сосын маған айтады, неміс тілін. Немісше бірдеме деп айтшы деп сұрадым. Ойланып отырды, білмей отырды, сосын бір кезде айттым, хенде хох деді. Мен де күлдім, сосын оған айтып отырмын, мен неге хенде хох деп айттым, білмейді дейді, енді осы есінде қалып қойды дейді. Енді әрине, гутен так, енді ауфидерзейн қалған шығар, бірақ маған айтқаны сол хенде хох. Мен оны былай топшылаймын, осы оның жауап берген. Негізінде ол мектепте оқыды неміс тілін, көп бір нәрселерді оқыды, сөздерді, өлеңдерін, жай балалардың сондай тақпақтары бар сияқты ғой, соларды үйретеді ғой жай мектепте. Бірақ ол бәрі ұмытып қалды. Неге? Өйткені ол қолданған жоқ, өмірі оны қолданған жоқ. Қандай да нәрсе болсын, ол сіздің негізі белсенді түрге айналдыру үшін оны қолдану керек. Сол енді хенде дегенді біледі, хенде қол, мектепте хох деген жоғары, хенде хох деген руки вверх, бір жағынан кинолар да бар соғыс туралы. Бірақ бір кезде ойнап жүргенде ме, ол қолданды осы сөзді, хенде хох деді, білді, руки вверх деген осы хенде хох деп біреуге айтқан. Сол тасқа қашалғандай жазылып қойды оның миында осы сөз. Өйткені ол қолданды оған. Өздеріңіз де білесіздер, мысалы бір анекдот дейміз ғой, анекдот біреуді естідіңіз, оны біреуге айтсаңыз, сосын 10 жылдан кейін де сіз осы анекдотты сіз меншіктеп алдыңыз, сіз айта аласыз. Ал енді ешқашан сіз оны қолданбасаңыз, ол ұмытып қалады. Сол сияқты мектепте оқыған нәрселер, оны өмірде қолданбаса адам, бұл ұмытылады бәрі. Ешқандай оның нәтижесі шықпайды оны. Тек қана қолданыста бар нәрсені қолданатындай, қолдануға
тырысу керек, сондай сөйтіп оқытқан жақсы дейінде. Сонда сол жаңағы Хемдехох сондай нетіп қалды. Менің жаңағы әдістемемнің бір сондай ұтымды жері, бұл енді шынымен адам дайындалады, соны қолданады, оны қолдануға енді мысалы сондай жағдайлар әдейілеп оны сондай жағдайлар жасап керек емес. Бұл жағдайлар болып жатыр. Тойларына да барады, қырқына да барады, шілдеханаға барады, енді әйел адам болса, үлкен адам болса, енді сол өзім сияқты жаңағы неде сақа адамдар бір 50 жылдығына барады. Жас балалар болса, енді бірінші бала туғанда, өзім сияқты кісілер жаңағы немере туғанда, бұндай нәрселер өмірде кездеседі. Сол сөз тіркестерінің көбі бір жерде қайталанатын нәрселер. Соны енді солардың бәрін жазып шықтым мен осы бірінші кітабымда, жаңа айтқандай. Бұл енді негізі 2012 жылы шыққан, 1000 данамен басылды, бірақ енді сол 2-3 айға жетпей, сол 1000 сатылды. Қазір жалпы сатылған тиражы 36.000 болып тұр. Бұл 36.000 енді Қазақстанға өте жақсы көрсеткіш деп есептеледі, сосын бұл тоқтамай жатыр. Бұл енді мен осындай бір сондай данышпан жазушы екен, не болмаса осындай тілім айта алманы екен деп мен өзімді бүйтіп мақтай алмаймын, мен айта алмаймын. Бұл неге осылай сатылып жатыр? Өйткені адамдарда сұраныс бар, адамдар оқығысы келеді қазақ тілін. Бірақ өзімізден енді сол көбірек шығу керек, осындай әртүрлі методикалар, әртүрлі жаңашыл көзқарастар. Енді бұл енді мынау бірінші кітабым туралы осымен тамам. Сұрақтарыңыз болса, мынау бірінші кітап жалпы менің жаңағы методикам туралы, әдістемем туралы қойларыңызға болады. Ал құрметті семинар қонақтары, Қанат мырзаға қоятын сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып қоюларыңызға болады. Қанат мырза, жұрт ойланғанша мен бір сұрақ қояйын, сіз жаңа балаларыңыз туралы айттыңыз ғой, бала шағам бар, солар жетілсін деп, біраз уақыт тоздырып алдым деп, өзіңіздің балаларыңыз қазақ тілінде қай деңгейде сөйлейді? Балаларым енді жерден өтірік айтпай қояйын. Менің балам 90-шы жылғы, қазір 30-дан асып тұр. Бұл балам туғанда мен енді ол кезде қазақша әлі бастаған жоқпын. Орыс мектепке бердім. Өкінемін әрине қазір. Орыс мектепке бердім. Ол кезде біз неде Астанада тұрамыз, Целиноградта, Астана болды. Бірақ қызым туғанда, қызым 92-ші жылғы, қызды неге бердім? Қазақ мектепке бердім. Қазақ мектебіне бердім, бірақ 4-ші сыныпқа дейін шыдады. Ары қарай оқытылмады. Өйткені біз Алматыға көшіп келдік. Бұл жерде бір жақсы мектепке бердім, оны орналастырдым. Кілең жаңа депутат, біздің эстрада жұлдыздары оқитын осындай мектеп бар, 8-ші март көшесінде. Бірақ та 4-ші сыныпқа дейін оқыды, ары қарай оқытылмады. Ол кездерде енді ол қай жылдары, ол кездерде сотка жоқ. Анау неге Астанаға менің әкем де жоқ, шешем де жоқ. Қайынатам мен қайынапа ғой. Соларға күнде звондаймыз, бәрін сұраймыз. Сосын мектептен де оқи алмады, сол 4-ші сыныпқа дейін оқыды қызым. Мен енді ағымнан жарылып айтып отырмын, бірақ қазір менің кітаптерімді оқып, қазір балам Инстаграмда ана тілі деген порталды жүргізіп келе жатыр. Қызымның енді сол 4-ші сыныпқа дейін оқығанның өзі сол бір жақсы, оған бір тор болды. Неде сөйлейді. Ал енді қазір немелер бар, қыздан да, ұлдан да Құдайға шүкір көріп отырмыз. Енді олармен тек қана қазақша сөйлейміз. Балам да мен жаңағы WhatsApp-тан тек қана қазақша. Енді олар жақсы сөйлейді деп айта алмаймын, бірақ талпыныс бар, үйреніп жүр. Мен де бір жағынан мейді жеп жатырмын олар күнде. Сондықтан Құдайға шүкір жақсы. Мынау жастарда енді талпыныс бар, олар үйренгісі келеді.
бірақ бұл жерде мен шынымды айтайын, біздің осы мынау филолог мамандардың мен маман деп жаңағы осылай тек қана шегенмен болмайды. Бір қимыл жасау керек, бір амалдар жасау керек. Кімнің қолынан не келеді, соны істеу керек, тырысу керек. Осы жастарға бір жағынан әрине ол сұраныс болу керек, бірақ біз мынау саясат жағынан оны ешқандай қолымыздан келмейді ғой. Мен басқасымен айналысам. Бірақ та енді сұраныс болу үшін мода болу керек па, видео көбірек сөйлеуіміз керек. Менің бұл жерден енді сіздің сұрағыңызға рахмет. Мен сізге айтайын. Менің өзім тұрғым, біз алдымен қазақтардың өзі бәрі қазақша сөйлеп кетуіміз керек. Біз отбасымызда, күйген тіршілігімізде, осы неде үйдегі жағдайларда қазақша сөйлеуіміз керек. Біз қазақ орта қалыптасу керек қазақтардың. Сосын басқа ұлт өкілдері оған қосылады. Сосын өзіміз қазақша сөйлей бергеннен кейін, сосын сол жаңа сөздер де пайда болады, жаңа ұғымдар да пайда болады. Қазір соған тапшылып отырмыз ғой, біз терминдер дейміз. Бір нәрселер орысша айтқанда, мысалы біз айтамыз там, оттянуться дейміз, или навариться. Навариться деп қазақша айтып көріңізші, айта алмаймыз. Неге? Наварицаның көп артында, бір сөздің артында көп мағынасы бар. Бұл заңды нәрсе емес, бірақ рет болады. Көрдіңіз ба? Қазақ тілінде біз қолданыста болса, біз тырыссақ, бәріміз сөйлейтін болсақ, сондай сөздер пайда болады, туындайды. Өйткені тілді халықтың өзі, тіл құрастырушысы халықтың өзі, жаңа сөздерді бәріне. Көрдіңіз ба? Сондықтан мен тұрғым, бұл жерден кейбір кезде маған айтады, осы біздің мекемеге келіп сабақ беріңіз. Мен енді осыны айта бастағанда, бізге қағаз алмасу сабақтары керек, бізге жаңа грамматика керек. Мен бұл адам өзі сол кеңседе қазақша сөйлемесе, үйде қазақша сөйлемесе, өз ара қазақтар қазақша сөйлемесе, қағаз жүргізе алмайды олар қазақша, деп ойлаймын. Сондықтан осында түсінуіміз керек. Әрине, тіл оқу, енді қағаз алмасу, сосын жазу, бірақ та осы жағдайға көбірек көңіл аудару керек. Біреу бірдеме дейін деп жатыр, мен қазір өдемей отырайын. Жақсы, сұрағым бар еді, мен қойға алдына. Ошаған Уаққұл, Жезқазған қаласы. Қанат ағаға сұрақ қойын деген, мысалы жаңа жақсы ойларыңызды айтып отырсыз. Енді сол осы кітап жазуға сіздің жаңа ситуативный казахский язык, соған не себепші болды? Не сол туралы білгім келеді? Енді сізге өтірік, маған шын, енді мен айтсам, сіздер күлетін шығарсыздар. Енді шын айтқанда, білмеймін қалай айтатынымды. Мен ұйықтап жатқам, сол сағат өзі кеш тұрам мен. Негізі, сол сағат 4 кездерінде мені біреу итергендей болды. Сосын тұрдым да компьютерімді қостым, сосын жаза бастадым, ситуативный казахский деп. Көрдіңіз ба? Енді ол өздеріңіз бір кішкене күліп жіберіңіздер, мен айтайын, енді сол бір уақи деген сөз бар ғой. Бірақ енді мен шын айтам, мен ағымнан жарылып отырмын. Бұл жерде қазақ тілінің өзінің киесі бар деп есептеймін. Мүмкін енді сол киесі мені таңдаған шығар деп, енді өзім сөйтіп мен топшылап отырмын. Айтпесе енді кітап жазатындай. Әрине, мен енді алдында кандидатский диссертация жаздым, докторскийді жаздым. Қалай жазатынын білем. Материал жиналып қалған адамдар. Бірақ осылай енді мен өзім сол бәрі бітесіп, қайнасып, мынау ескі таныстарымыз көрінді ғой. Қалыңыз қалай? Рахмет. Неге масканы киіп отырсыз? Жалғызсыз емессіз бе? Осындай рахмет сұрағыңызға. Мен енді сол неге қазақтың мақалы бар емес пе? Білгенді білдірмесең, білгенің бар болсын дейді ғой. Мен енді өз білгенімді мен көрдім, көзім жетті. Осылай
жақсы нәтижелі нәрсе екен. Сосын осы мен адамдармен жаңа не дейінші, бөлісейінші өзім жаңа білгенімді. Сосын қазір біреу айтқан сияқты, менің кекетті біреу айтқан, қазір иттің итақайына дейін кітап жазып жатыр деген сияқты. Бәрі жазып жатыр, енді неге жазбасқа деп мен де жаздым, бірақ енді соны айтып отыр, бір мың қылып жазып едім, 1000 қылып шығарып едім тиражды. Енді өз қалтамнан ақша шығарып, өзім бір жылдай, бір жарым жылдай өзім жазып отырдым. Бұл оңай нәрсе емес. Бәрін келтіріп, сосын ешкімнен спонсор ештеңе іздеген жоқпын, бардым да бастырдым, енді қалтамда ақша болды. Сосын Мүжеден Мұрат Абенов деген бір парламентте жүрген ол кісі сол жазды. Сосын Мұрат Ауезов қазір алаңсып жүр ғой, сол кісілер сондай жоғары баға бергеннен кейін сосын сол қаулап кетті. Сол жақсы сатылды. Сол кітаптың арқасында міне Құдайға шүкір, енді сіздердің алдыңызда да сіздер мамансыздар, филологсыздар. Мен енді міне шақырып, мен өзім нелерімді айтып отырмын. Сондықтан сіздерде осындай бір жақсы тың ойларыңыз бар болса, нелеріңіз, соны тайсалмау керек. Бұл енді ешқандай мынау 3-ші кітабының несі, менің тақырыбы, мен секіп кетсем, бұл енді қазір ойладым, орысша ойлайтын адам орысша ойлайды. Не боги горшки обжигают деген. Осының баламасын мен қазір әлі де жоқ деймін. Бірақ мынау 3-ші кітап осындай мен сөздік шығардым. Осындай сөздерді, қандай да болсын сөздердің нелерін баламалады. Бұл жерде 4000 осындай балама бар. Біз өзіміз орысша ойлайтын адам орысша бірдеме келеді ғой енді. Біз сөйлегенде бүйтіп сөйлемейміз. Оны сіз менен де жақсы білесіздер. Мысалы, көптен бері көрмеген адамды кересіз бе екеуміз? Біз бұлай сөйлемейміз ғой. О, Гүлжан, я тебя давно не видел. Как я рад тебя видеть. Деп сөйлемейміз ғой. Көргенде біз бірдеме құшақтап, айғайлап жібереміз бір нәрсені. Соны бір сөздер кісі келеді. Біз орысша ойлайтын адамға қандай сөздер кісі келеді? Сколько лет, сколько зим дейді ғой. Солай ғой. Көптен бері көрмеген адамды. Сколько лет, сколько зим. Ал енді қазақша сөйлеу керек. Бұл сөйлемнің несі, қазақшасы қалай? Сколько лет, сколько зим. Біз енді бұл жерден ойланып тұрмаймыз ғой, қанша жыл, қанша қыс деп. Солай емес пе? Қазақша сөйлегенде сол тез жауап, сол жағдайға байланысты бір дөп сөйлеу керек та. Бұл енді қазақша айтқанда көрмегелі қай заман. Солай емес. Осындай сөз тіркестерін жинап, неге филологтар осындай шығармаған? Мен енді мынау 3-ші кітап, соны 3-ші кітап осындай, мен айтып отыр 4000. Мысалы, біреуді айтып отырады, ол жаңа парақор. Сосын екіншісі айтады, жоқ, ол парақор емес, ол адал адам. Сосын біреу орысша ойлайтын адам қалай ойлайды? Нет дыма без огня дейді ғой. Нет дыма без огняның несі, қазақшасы қалай? Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Жел болмаса шөптің басы қимылдамайды. Сол, міне енді сөздер мүлдем бөлек. Бірақ мағына бір, сол емес пе жеткізетін ой. Сондықтан осындай міне бұл енді 2-ші кітаптен секіріп кетіп, міне 3-ші кітапқа бірақ көштім. Бұл енді 3-ші кітап осындай болды. Қазір оны толтырып жатырмын. Бұл деген қазақтың сөздері деген ұшқан теңіз бір үлкен бір мұхит қой. Сондықтан қазір іздеймін. Осындай сөз тіркестерін таптым. Фейсбукта жұмыс істеймін. Адамдар көмектесіп жатыр. Бұл керек нәрсе, өзімді қолданам. Қазір мен не боги горшки обжигают деп өзім ойладым да, сол сіздерге айтайын деп отырсам, қазақша қалай болады, сол есіме түспей қойды. Енді мен оның алдында айтып отырған, енді өздеріңізде осындай бір жақсы ойларыңыз бар болса, кітап жазып, оқулық жазып шығарсаңыз, бұның қандай да бұл тағы орыстың сөз тіркесі, любое количество, оно переходит в качество. Көп адамдар осылай жабылып, осылай жасай берсін, сосын соның несінде, нәтижесінде жақсы бір неді туындап қалуы мүмкін араларымызда. Солай емес пе? Рахмет, Қанат мырза. Енді сіз бірталай ойыңызды бүкпесіз өзіңіз айтқандай ағыңыздан жарылып ортаға салдыңыз. Негізінде осы шараны ұйымдастырудың мақсаты, айқын мақсаты бар. Бірақ
ең бастысы мен өзімнің алға қойған мақсатым мында Қарағанды, Қостанай облыстарынан бірталай әріптестеріміз қатысып отыр ғой. Бұл кісілер өз жерінде, өз мекемесінің төңірегінде түртінектеп еңбек етеді. Мүмкін біреулердің жазып, сызып, бастап қойған нәрсесі, жазып тастаған дүниесі бар шығар, соны жұртшылыққа ұсынуға батылы жетпейтін шығар, есебін таппай шығар, жолын таппайтын шығар. Міне осындай еңбекқор адамдар болса, жазуға бейімі бар, бір бай тәжірибесінің басын қосып, бір үлкен дүние қылып шығаруға тырысатын адамдар болса, сізден үлгі өнеге алып, осындай дүниелерді шығарып жатса, нұр үстіне нұр емес па? Сондықтан құрметті әріптестермен көрдіңіздер, әдістеме деген енді көктен түспейді. Әдістеме адам өмір бойы еңбектенгенде жинақталған тәжірибенің негізінде келеді. Оны болашақта бір жақсы дүниелер туындап жатса, жақсы ойлар келіп жатса, басын қосып жазамыз десеңіздер, міне жаңа Ақгүл әріптесім сұрақ қойды ғой, ситуативный казахскийді қалай жаздыңыз деп. Сол айтқандай, кітап қалай жазылады, осылай жазылады екен. Қанат мырза, олай болса келесі сөз кезегін басқа әріптестерімізге, басқа сөйлеушілерге берсек рұқсат па? Әрине, енді өздеріңізде сұрақ болмаса, мен енді біріншіні, үшіншіні айттым, енді екінші кітап бір-екі ауыз сөз айтып кетейін, екінші кітабым туралы. Жақсы, айтып кетіңіз. Енді сол бірінші кітап, осындай дәстүрлі жағдайлар, бұл жерде бір мыңдай не бар, сөз орамдары, бір мың. Мысалы, неге соғымға келгенде не деп айтасыз? Соғым сүйгім болсын, оны біздің жақта енді біреу сүйкімді болсын, басқа біреу деп айтады. Соны енді міне осындай 1000 сөз тіркестері бар. Енді үшінші кітапты айттым мен. Үшінші кітап бұл сөздік. Бұл енді 16 жылы шыққан. Ал енді мынау 12-де бірінші Мир Казахов шықты. Сосын 14-2 жыл арасында салып, диалоги деген шықты. Бұл диалог деген енді диалогтар бұл негізгі құрал ғой тіл оқу барысында. Бірақ мен сіздерге айттым ғой, неде өмірде қолданылатын нәрсені үйрену керек. Мен өзім оқыдым оқулықтарда мынандай диалогтарды. Бұл Алматы ма? Алматы. Алматы үлкен қала ма? Алматы үлкен қала. Өзіңіз де күліп жібердіңіз, көрдіңіз бе? Адам енді сөйтіп өмірде сөйлемейді ғой. Өзі Алматыда тұрып, өзі қай қалада тұрғанын білмеген қандай адам бұл? Өмір сондай диалогты неден? Әрине бұл оқу, не болмаса мен семинарларға барып жүргенде мұғалімдерден естідім. Мынау кімнің ұялы телефоны дейді. Мынау менің ұялы телефоным. Өмірде үйтіп сөйлемейді. Бұл қолданбағаннан кейін қалай оны неге үйрене алмайды адам. Сондықтан мен мынау екінші кітап диалогтарды жаздым. Бұл жерде ұлтаралық қатынастар, бұл жерде ұлтаралық неке туралы, орыстан алуға бола ма, болмай ма деген сияқты. Алматы мен Астананың айырмашылығы, сондай орысша қазақша жазылған, орысша қазақша депті ғой, қазақша жазылған, астында әр ненің кейіпкердің сөйлемнің астында несі қазақша сөйлейді да, сосын астында баламасы бар орысша. Адам оқиды да, қазақша оқиды, түсінбеген сөзді төмен көзді түсіріп оқи қояды сол сөзін. Сосын әртүрлі ненің адамдардың өздерінің нелері әртүрлі мінез, ұлтшыл керемет Шымкенттікі тек қана қазақша сөйлейді. Біреу Павлодардан келген, орыс тілді өзіміздің тіл үйренем деген. Біреу Алматыда тұрады, орысша да қазақша да бірдей сөйлейді. Land Cruiser 37 номерімен жүреді деген сияқты, сондай. Оның өзінің тұрғысы бар. Сосын бір қаланың сылқымы бар. Ауылдан келген балаларды, бұлар мангети нені боқтап отырады, жүресінен отырып, шемішкі шағып отырады деген сондай өзінің көзқарасы бар. Сол бір сылқымның несі көзқарасы, оның сөздері. Тіпті қазақи сондай бір әйелдің несі көзқарасы, соның нелері. Сол 5 персонаж
әртүрлі осындай тақырыптарға, өзекті тақырыптарға сөз қозғайды. Соны оқып отырып, бір жағынан оқып отырғанда қызық болу керек, қызық болу керек. Мен сіздің атыңызды ұмытып отырмын, жақында ғана Зерендіде болып едік қой бірге. Гүлнар, кешіріңіз, есінен шығып кетті. Қалыңыз қалай, Гүлнар? Вот міне осындай жағдайлар. Енді бұл сол семинарда да осы көп нәрсені естіген шығарсыз, қазір айтып отырғаннан. Міне осындай жағдай. Енді мектепте дейсіз ба, не болмаса мектепте, енді балабақшада да бұл принцип қандай? Бұл принцип өмірде қолданылатын, сол сөздерін аузына салып беріп, сосын соларды талап ету. Олар өмірде сол сөздермен қолданып, сөйтіп сөйлейтіндей қылып, солай ғана үйрете аламыз. Ал бұл жоғары бір наука сияқты мектепте оқимыз да, сосын бұлай аттап шыққаннан кейін, ештеңе оны қолданыста болмағаннан кейін бұл ұмытылады, бұл ештеңеге жарамайды. Үйтіп тіл үйренген. Бәрі прикладной болу керек. Утилитарный